Аяқ терлеу. Аяқтан тердің бөлінуі табиғи процесс болып саналады. Алайда, кейбір адамдардың аяқтарының иісі ерекше жағымсыз шығады. Аяқтағы жағымсыз иістің басты себебі қатты тершеңдік. Негізі, бөлінетін тердің иісі жоқ. Себебі, тердің құрамында тек су мен тұз ғана бар. Сасық иістің көзі көбейетін бактериялар. Күні бойы барлық денені стерлейді. Себебі біз үнемі жабық аяқ киім, нәски киеміз. Бұл өз кезегінде бактериялардың таралуына қолайлы орта болып саналады. Тер бөлінуді тудыратын күйзелістер, қорқыныштар, қозу, жүйке жүйелерінің аурулары, жиі душқа түсу мүмкіндігінің, нәскиді ауыстырудың, аяқ киімді ауыстырып тұру мүмкіндігінің жоқ болуы. Аяқ киімдегі жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Аяқ киімді желдетіп тұру, жуу және кептіру шараларын қарастыру қажет. Аяқ киімдегі жағымсыз иістен арылу құралдарының бірнеше түрлері бар. Олардың кейбіреуі халықтық әдістер. Аяқ киімді далаға жайып қою. Аяқ киімді спиртпен сүрту. Аяқ киімді арнайы сусабынмен не арнайы құралмен жуу. Аяқ киім үшін дезодорант пайдалану. Күн сайын нәски мен колготкиді ауыстырып тұру қажет. Оларды бір күннен артық кимеу керек. Тіпті олар таза болып көрінсе де, ауыстырып киіп тұрған дұрыс. Себебі ақырындап шыққан иіс келесі күні күшеюі мүмкін. Нәскиді тек табиғи маталардан ғана таңдаңыз. Бір аяқ киімді 3 жылдан артық кимеңіз. Ұлтарақтың жайында қамтамасыз етіңіз. Жиі ауыстырып тұрыңыз және жуып тұрыңыз. Күн сайын аяғыңызды бактерияларды өлтіретін сабынмен жуыңыз. Табаныңызға тер бөлінуі дұрыс болу үшін кремдер, құрғатушы ұнтақтар жағып тұрыңыз. Мұндай кремдерді дүкендерден де, дәріханалардан да тауып алу қиын емес. Тимуров пастасын пайдаланып көріңіз. Ол ұзақ уақытқа аяқтағы жағымсыз иісті кетіруге көмек береді. Бор қышқылының ұнтақтарын, тальктерді пайдаланыңыз. Қатты тершеңдік кезінде аяғыңызды күн сайын марганцовканың күлгін көк түсті ертіндісімен жуып көріңіз. Не болмаса жылы сумен немесе күн сайын сірке суымен кішкентай ванна жасап көріңіз. Мұны апта ішінде 15-20 минут жасаңыз. Түнде лаванда майын жағып қойыңыз. Содан соң нәски киіп алыңыз да ұйықтауға жатыңыз. Лаванда майы бактериялардың көбеюіне ғана бөгет болып қоймай, жағымды иіс шығарады. Ал егер де жоғарыда аталып кеткен кеңестер көмектеспесе ше? Мұндай жағдайда сізге дәрігерге көріну керек. Ол аса тершеңдіктің себептерін анықтап береді және арнайы препараттар тағайындап береді. Бүгінгі менің дайындаған видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.